Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен Қанжар ММА арнасы және мен Нариман Шаймерденов. Бүгін біз UFC Баку турнирі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бірінші кезекте ол біздің отандастарымыз, қандастарымыздың жекпе-жегі Бекзат Алмахан, Жан Мацумото, Асу Алмабаев және Чарльз Джонсон. Және де сондай-ақ осы карттағы ең қызық деген жекпе-жектерге біраз тоқталып өтетін боламыз. Өзіміздің ағайындардан бастайық. Бекзат Алмахан, Жан Мацумото. Бұл Бекзаттың UFC-дегі 4-ші жекпе-жегі. UFC-де Бекзаттың рекорды 1-2. UFC-ге кірген сәттен бастап Бекзатқа бірден қиын қарсыластарды берген болатын. Бірінші жекпе-жегінде Умар Нурмагомедовті берді. Бекзат оны 15 секундта өзінің соққысымен құсылатып түсірген болатын. Бірақ та 3 раунд бойы Умар Бекзаттың үстіне жатып, күресіп, жаңағы төрешілер шешімімен жеңісті алып кеткен болатын. Сол жекпе-жектен кейін тіпті Бекзатты жаңағы тізесінен жарақат алып, жаңағы бет аузып кішкене қисайып қалған болатын. Бірақ та енді сол жекпе-жектің өзінде жаңағы Умардың астында маунтта жатқан кездің өзінде Бекзат бір 2 рет па қателеспесем стойкаға тұрған болатын. Бұл демек жаңағы Бекзаттың күрестегі жаңағы партердегі қорғанысын көрсетеді. Сондай-ақ Умар оған ешқандай сабмишн жасай алған жоқ, гранд энд паундты ұрып жаңағы нокаутқа жіберген жоқ. Осының өзін айтып өткен жөн. Екінші жекпе-жегінде бірден Брэд Катонаны берді. Брэд Катонаны көптеген жанкүйерлер білмеуі мүмкін. Брэд Катона деген мына UFC-ге кірмес бұрын шоу бар. The Ultimate Fighter дейді, TUF дейді. Мына біздің былтыр қандасымыз, жерлесіміз Әліби Ідріс осы The Ultimate Fighter турниріне қатысып, финалға дейін жетіп, бірақ финалда ұтылып қалған болатын. Бірақ соның өзінде UFC-мен контракт алып, қазір енді UFC-дің ішінде. Ал сол Брэд Катона деген жігіт осы TUF деген турнирді 2 рет жеңген тіптен. Бұл TUF-та жалпы 3 жекпе-жек өткізеді. Үшеуінде жеңсең, сен TUF-ты жеңдің, UFC-ге келдің. Ал мына жігіт жаңағы 6 жекпе-жек жеңген. TUF-тың 2 сезонына қатысқан ғой. TUF-ты жеңіп кеткен, бірақ UFC-де керемет қырып жоймаған, рейтингте болмаған, бірақ TUF-ты жеңген жігіттің өзінің біраз әлеуеті бар деген сөз. Бірақ сол Брэд Катонаны жаңағы Бекзат Алмахан қателеспесем 58 секундта апперкотпен ұйықтатып түсірген болатын. Сол апперкотты, кстати, одан кейін ол Еркебұлан Тоқтарға үйреткен. Еркебұлан Тоқтар октагонда бір шалды ұйықтатып тастаған той. Одан кейін Бекзат Алмахан жаңағы жекпе-жегі өткен жылдың мамыр айында болса, жаңағы қараша айына Александр Топурияны береді бірден. Мен өте қатты қалдым, бірден қалай ол береді, бір кішкене бір мешковой диета деген сөз бар UFC-де, жаңа MMA-де. Жалпы кішкене слабылау байестерді беріп, біраз жеңіс сериясын көбейту деген әңгіме болатын. Бірақ енді Бекзатты білмеймін, матчмейкерлер ұната ма, ұнатпай ма, ұнатпайтын сияқты көрінеді маған, өйткені UFC-де әр жекпе-жек өте қиын жігіттерді беріп жатыр. Және одан кейін Топурияны бергенде мә деп таңғалып қалдым. Шыны керек андай түркеніп, түршігіп кеттім. Әрине Алмаханға жанкүйер болдық. Топурияны сұлатып түсірген қаладым өзім жеке. Тіпті бірінші раундта шықты, бірінші лоу-кик деп еді, Топурия құлап жатыр, мен шокпын ана жерде. Алмахан өзінің соққысын жаудырады, Топурия шалынып жығылып жатыр, бірақ нокдаун болмады. Бірақ енді жаңағы клинчқа кірген кезде Топурия жамбасқа алып, қазақша күрестің стилінде қадаған кезде мә деп түсініп қалдым да, жаңағы күресті алып тастайды деген сияқты. Бірақ қатты күрескен жоқ, кстати, Топурия. Одан кейін уже андай Топурияларда жалпы өзі прессинг қой, бүйтіп жабылып алады, боксерский стойкада алдыға жүре береді. Бірақ енді ударсыз жүрудің өзі қателік. Ал жаңағы Александр Топурия кішкене соққымен жүрді Бекзатқа қарай. А Илья болса Гейджиге қарсы мүлдем соққысыз алдыға барды. Соның арқасында ұтылып қалды. Және Бекзат сол Топуриямен жекпе-жекте бірінші раундта көп күш салып қойды, ұйықтатып тастаймын деп өзіне сенімді болса керек, бәлкім. Жаңағы Данеш Түнгенбаев ағамыз да, жаңағы Бекзаттың бапкері айтқан, мен ол бойға жаңағы тактикаға араласқан жоқпын, бразилиялық тренер тактика құрып беріп, солмен кетті деген сияқты болған болатын. Бірақ бұл жолы Бекзат Америкаға барған жоқ. Бекзат өзінің Триумф Файт залында дайындалды. Данеш Түнгенбаев ағамыз жанында қазіргі кезде жаңағы Бекзатты Асуда өз командаларымен, Дартим бар, Триумф Файтс бар, өздерінің спарринг партнерлары бар, бәрі бірігіп қазір бір залда кішігірім жаттығу жасап, жаңағы тәжірибе алмасып, бойға кішкене дайындалып, салмақ қуып бірге қазір жүр қазақтар. Соны көріп кішкене қуаныштымыз. Тіпті қазір қазақстандық әріптестеріміз де барып қалады Бакуге. Бұл жақтан да неше түрлі видеолар шығуы мүмкін, соларды да көре отырыңыздар. Одан кейін міне осы Бекзатқа Жан Мацумотоны беріп отыр. Жан Мацумото атына қарасаң жапониялық сияқты, бірақ Бразилияның атынан шығатын жігіт. Қателеспесем рекорды 17-2 болса керек. UFC-де 2 рет қана жеңілген.
жаңағы топтарда жүрген, топ 5-те жүрген Роб Фонт кезінде топ 5-те болған, қазір енді рейтингте жоқ. Роб Фонттан ұтылған екі ұдайы шешіммен және башараттардың біреуіне ұтылған. Фарид па Жавид па ұмытып қалдым, шыны керек. Жаңағы Ауғанстаннан келген өте мықты жауынгерлер болатын, туған ағайынды ағалы інілі башараттардың біріне ұтылған. Оған да екі ұдайы шешім. Екі ұдайы шешім деген жаңағы орыс тілінде айтқанда раздельное решение дейді. Ағылшынша split decision дейді. Жаңағы түсінбеген жандар болса түсіндіре кеткен жөн деп ойлаймын. Сол екеуіне ғана ұтылған, қалған жігіттердің бәрін жайпап келе жатқан жігіт еді. Енді стойкада алсақ, стойкада мен ойлаймын Бекзат Алмахан жаңағы Мацумотоға қарағанда әлде қайда мықтырақ болуы керек. Себебі соққысы ауыр, жаңағы жекпе-жектердің 90% нокаутпен аяқтаған, тіпті ұтылған жекпе-жектерінің өзінде нокдаунға жіберген қарсыластарын Сұлтан Жолдашбекті құлатқан, Умарды құлатқан, және Тапурияны енді кішкене ғана қалды, құлата алмай қалды. Бірақ құлатудан мүмкін еді. Сондықтан жаңағы стойкада мен мүлдем шанс көріп тұрған жоқпын. Енді Бразилияда муайтай кішкене дамығанда, мына шынтақ тіземен соққылар жасайды. Бірақ Бекзаттікіндей бокс, Бекзаттікіндей карате, оларда кішкене білмеймін, енді қатты мықты деп ойламаймын. Ана жігіт кикбоксер емес, ана жігіт негізінен джитсер. Күрес және джиу-джитсу дейді. Күрестен мен қызық болса да Бекзатқа беремін. Неге десеңіздер, Бекзат Алмахан өзінің интервьюлерінде айтады, мен күрес алам дейді. Мен күресімді әлі сендер көрген жоқсыңдар дейді. Просто UFC-ге ударка қызық дейді. Енді бұлай қарап отырсақ, енді Умар кімді қадамады? Умар Мерабтың өзін қадады, Умар бәрін қадайды. Умар контроль жаңағы Мерабтың арқасына шыққан жігіт қой. Хабиб Нурмагомедовтардың вообще күрестері сұмдық олар. Дұрыс па? Мысалы, Тагирдің күресін алтса да азат дейсіңдер. Тагир ол Нурмагомедов емес қой. Қанша жерін сол командада жүрсе де. Так что жаңағы Нурмагомедов, Умар ол чемпион болатын жігіт. Одан күрескеннен Бекзаттың күресі слабый деп айтуға келмейді. Одан кейін не болды? Катона мен ештеңе көрмедік. Тапуриямен көрдік. Тапурия екі тайгдаун жасады. Бірін жамбас қалса, енді грек-римнен шыққан ғой Тапуриялар. Сосын бір проходпен қадады қойдың. Бірақ Алмахан өзі проход жасап кеткен осы Тапурияға. Тапуриялар так что күрестері мықты болса да, Алмахан оған Тапурия проход жасап қадап кеткен болатын. Умардың астынан, кстати, маунттан екі рет тұрды деп айттым, Сондай-ақ жаңағы октагонда болсын, UA Warriors'та болсын, жекпе-жектерінде Бекзат күресін көрсеткен. Так что мен ойлаймын, бразилистан күресі осал болмау керек. Бірақ джиу-джитсуда бразильске берем. Жан Мацумотоның джиу-джитсу қауіпті, жаңағы гильотинаны өте қатты жабады. Мен көргем. Бір-екі жекпе-жектерін былай қарап шықтым, гильотинаны өте қатты жабады екен. Сондықтан абай болу керек. Бекзат өзі бар проход жасайды деген кішкене сене қою қиын. Енді жекпе-жек болмай жатып, аяқ астынан бүйтіп кіріп кетпесе, бірінші минуттан бастап Чимаев құсап проходқа кіреді дегенге сенбеймін. Кардиода Бекзатқа беремін, себебі Әзербайжан Қазақстанға жақын, акклиматизация жағы кішкене жеңілдеу болады. Қателеспесем бір 2 апта бұрын ба солай барды Бекзат Алмахан. Қазір өзінің жігіттерімен бәрін дайындықтарын жалғастырып жатыр. Ал вот енді Бразилиядан Әзербайжанға келу кішкене қиындау, сондықтан ол жақта ол жігіттерге кішкене акклиматизация қиын болуы мүмкін. Бразилиядан келеді, Америкадан келеді, басқа континенттен келу оларға қиын болады, знаете. Так что ол сондай мәселе. Одан кейін жаңағы опыт, тәжірибе жағын алсақ, қарсыластарын алсақ, кішкене тең дәрежеде ма деп ойлаймын. Бекзаттың да рекорды негізі 17-1 болған, қазір 12-де 3 болып қалды. Аз айтсақ, жекпе-жектерден қалай кетті. Жекпе-жек деген біздің ұлттық өнер болған, сондай турнир, сондай бойлар, сол жерде өзінің бойларын өткізген Бекзат, бірақ сол жердегі жеңістерін UFC-ге кірген кезде алып тастаған болатын. Так что екеуінің рекорд примерно бірдей негізі. Былай алсақ, Мацумото енді кішкене UFC-де көбірек жекпе-жек өткізген, көбірек жеңісі бар, 3-4 жеңісі болу керек, 2 рет ұтылған. Бекзат болса, Бекзаттың қарсыластары мықты. Умар болсын, Тапурия болсын, ал ана Мацумотода Башарат пен Роб Фонт қана. Так что бұл жерде мен тең дәрежеде деп айтушы едім. Мотивация тоже қиын бұл жерде. Айту бірден, екеуі де тең дәрежеде. Өйткені Бекзаттың бұл соңғы жекпе-жек, осы контрактпен бұл жекпе-жекте қарсыласын ұйықтату керек міндетті түрде. Ары қарай UFC-де қалам десе, әйтпесе UFC қазір ұтылса или сенімсіз жеңіспен жететін болса, UFC-ден шығарып жіберуі мүмкін. Ал Мацумото тоже сондай. Мацумотода да қиын жағдай, себебі былтыр Роб Фонтқа ұтылды, одан кейін 1-2 жеңіс жасады, бірақ Башаратқа ұтылған осы жыл. Енді кішкене жеңіс сериясынан шығып неткісі келеді. Ол да кішкене жас жігіт, Бекзаттан қарағанда жас, бірақ Бекзат Алмаханда мотивация көп болу керек.
себебі бұл контрактпен соңғы жекпе-жек. Бекзат Алмахан UFC-де міндетті түрде қалу керек, себебі қазақстандық файтерлердің ішіндегі ең, знаете, орыс тілінде айтқанда зрелищный боец қой. Өте зрелищный, жаңағы қарсыласын тигізсе ұйықтататын жігіт, қолы өте ауыр. Сондықтан Бекзат Алмаханға жанкүйер боламыз. Менің ойымша Бекзат Алмахан бірінші раундта қатты салынбау керек. Екінші раундта баппен жүріп бір апперкотқа ма, оверхендқа ма түсіріп қарсыласын ұйықтатып тастауы мүмкін. Екінші раунд Бекзат Алмахан нокаут деп өзім жанкүйер боламын. Келесі жекпе-жек Асу Алмабаев, Чарльз Джонсон. Бұл жекпе-жектің қызығы, Чарльз Джонсон екі қазақ тұтқан UFC-де, Жалғас Жұмағұлов пен Азат Мақсумда. Жалғас тұтқанымен мен келіспеймін, бірақ біз келісеміз бе, келіспейміз бе, оған рекорд қарамайды. Рекордта Жалғаста жеңіліс, Чарльз Джонсонда жеңіс деп жазылып тұр. Ол жекпе-жекті негізінен Жалғас тұтқан болатын. Ал Азат Мақсум расымен де ұтылып қалды Чарльз Джонсонға. Ұтып тұрған жерінен ұтылып қалды деп айта аламын, себебі шықты бір жарым минуттан кейін двойкасын тигізеді, Чарльз Джонсон қолайды, былай сұлап түседі. Азат барады да қылқындыру әдісіне көшеді тарысқа. Бірақ жаба алмай қалады да, қол шаршап, одан кейін уже ұтылып қалады төрешілер шешімімен. Чарльз Джонсон одан бөлек мықты жігіттерді құлатқан. Лонер Кавана деген жігітті құлатқан. Лонер Кавана қазір UFC-де 5-ші орында ма, 6-ші орында ма солай. Ол жігіт мына Асу Алмабаев Брэндон Мореномен жекпе-жектен шығып кеткен кезде заменаға шығып, Мореноны ұтып топ-5-қа кіріп кеткен болатын. Сол жігітті ұйықтатқан Чарльз Джонсон, одан бөлек Джошуа Ван, дәл қазіргі осы салмақтағы чемпионды ұйықтатқан. Сондықтан бұл жігіт өте қауіпті. Қолында соққысы бар жаңағы. Бекзатта қандай соққы болса, 61 килограммда, 57 килограммдағы қолында соққысы бар жігіттердің бірі осы Чарльз Джонсон. Бірақ Чарльз Джонсонда енді жеңіліс өте көп. Былайша айтқанда андай кішкене орташа деңгейдегі жігіттерден жеңіліп, мықты жігіттерді ұтып кететін жігіттер болды. Сол жігіт міне осы Чарльз Джонсон. UFC-де қазір рейтингінде 14-ші орында тұр. Асу Алмабаев болса 9-ші орында. Соңғы жекпе-жегінде Алекс Перезді жаңағы қылқындыру әдісімен жеңген болатын. Оның алдында Хосе Ачуаны төрешілер шешімімен жеңді, ал оның алдында Мануэль Капеден ұтылған болатын. Ол жерден қанша жерден көзін шұқыды, әйтті бейтті деген өзінде енді бәрібір ұтылып жатқан болатын. Асу Алмабаев заменаға шыққан, бірақ енді қазір Капеденді көріп тұрсыздар. Қазір титулға шығады. Көрдіңіздер, 4 нокаут қатарынан жасау тұр осы салмақта. Сондықтан да енді жаңағы бойдағы стиль маңызды дейді. Сондықтан Капеннің стилі өте қиын болып тұр барлық жігіттерге. Бұл жекпе-жек туралы айтатын болсақ, стойкада Чарльз Джонсон мықтырақ болады Асуға қарағанда. Жаңағы айттық, қолында нокаутирующий күші бар, техникасы бар, аяқпен жақсы тебеді, челнокпен жақсы қозғалады. Жалпы стоичник, жалпы боксер ғой. Бокста да кезінде өнер көрсеткен жігіт. Асу Алмабаев болса енді UFC-де біреуді ұйықтатып тастады деп айта алмаймын. Матеус Николауға қарсы нокдауны бар. Осы Алекс Перезге вертушка тигізген. Болды, UFC-де жалпы стойкада жасағаны осы. Негізінен Асу Алмабаев енді күрес қой. Сондықтан стойкада байқау керек. Кішкене көп жүріп керек емес стойкада. Күрес пен джиу-джитсуды алсақ, бұл Асу Алмабаевтың жалпы таза позициясы. Асу Алмабаевтың өзінің жаңағы туған жері десек те ол осы спорттағы. Асу Алмабаев жалпы тейкдаун жасайды, қылқындыра да алады, гранд энд паундта жұмыс істей алады, контрольда да жұмыс істей алады. Чарльз Джонсон енді қырған мықты бір күресші емес. Оны Мухаммад Макаев қадаған, Азат Мақсум қадаған, Жалғас қадаған жоқ қойдың. Жалпы тағы да бірнеше бір күресетін жігіттермен кездесіп ұтылып қалған Чарльз Джонсон. Сондықтан Асу Алмабаев Чарльз Джонсонды еш қиындықсыз тейкдаун жасап, контрольмен үстінде жатуына болады. Тіпті сабмишн жауып тастауы мүмкін деп айтар едім. Кардиоға келетін болсақ, кардиода Асу Алмабаевқа беремін. Жаңағы Бекзатпен болған фактор, жаңағы осы Әзербайжанға Қазақстан өте жақын, сондықтан тіпті Асу Алмабаев Бекзаттан бұрын барған осы Бакуге. Бір ай шамасында болып қалды, 20-25 күн бұрын барды өз командасымен. Жанында жаңағы Эдуард Базаров бар, өзінің жеке бапкері, сондай-ақ жаңағы қолына лап ұстайтын стойкадан бапкері бар. Енді Эдуард Базаров кішкене еркін күрес жағынан ғой. Стойкадағы бапкері бар өзінің. Одан кейін екі спарринг партнері бар, Әліби Әдіріс пен Санжар Әділов. Бұл екі жігітті біреуі UFC-де, біреуі UA Warriors-та төбелеседі. Санжар Әділов менің жерлесім Семей қаласынан. Және де Асу Алмабаевтың жекпе-жегіне Шавкат Рахмонов келеді деген сыбыс бар, бірақ әлі Шавкат Бакуде емес. Енді мен қазір осы видеоны түсіріп жатқан кезде, бірақ білмеймін, келіп қалар бәлкім. Келіп бұршында болса, оның өзі үлкен бір қолдау болады Асуға. Сондықтан кардиода Асу мықты болады деп ойлаймын. Жалпы Асу өзі шаршамайды ғой, өте дисциплинаға жақын еңбекқор жігіттердің бірі. Чарльз Джонсон болса енді Америкадан келеді, стойкада жүретін жігіт, көп күреспейді.
Америкадан келген жігіттер кішкене шаршаңқы болатын шығар деп ойлаймын. Негізі Әзербайжан ол Абу Даби емес, Әзербайжан деген басқа жақта мүлде. Тәжірибе жағынан алатын болсақ, UFC-дегі тәжірибе жағынан Чарльз Джонсон алды. Оның оппозициясы өте мықты. Мухаммад Макаев, Азат Мақсум, Жалғас Жұмағұлов, Джош Уапан, Лонер Кабана сынды мықты жауынгерлермен шыққан. Ал Асуал Мабаев UFC-де топтардан Манель Капега ұтылды, Матеус Николауды ұтты, қазір Николау UFC-де емес. Перезді ұтты, және Перез міне екі жекпе-жек болды, жолы болмай жүр UFC-де. Мотивация жағынан міндетті түрде Асуал Мабаев таңдаймыз, себебі Асуал Мабаев UFC-де чемпион боламын деп келген жігіт, өзінің арманына нық қадамдармен келе жатқан жігіт, ағамыз. Өзіміздің Чарльз Джонсон болса UFC-дегі ол гейткипер. Ақшасын алады, жеңіледі, ақшасын алады, отбасына барады, қайттан жекпе-жекке шығады. Сондай жігіттердің бірі. Ол жылына 3-4 жекпе-жек, 5-6 жекпе-жек өткізіп тастайтын жігіттердің бірі. Жалпы ақша үшін дені сау болса төбелесе береді. Сондықтан мен ойлаймын 9-шы номер, 14-ші номер екеуі. Асуал Мабаев бұл жекпе-жекте төрешілер шешімімен жеңіске жетеді деген ойда отырмын өзім. Негізінен әрине Асуал Мабаев бір нокаут жасаған қалаймын UFC-де, себебі Асудың қолында да бір жақсы апперкот бар, жақсы боковой бар да, вертушкасымен де тиюі мүмкін. Сондықтан жаңағы Асуға жанкүйер боламыз өзіміз. UFC Баку турнирінің басты жекпе-жегі Рафаэль Физиев, Мануэль Торрес жекпе-жегі. Енді Физиев қазір өзінің бір қалай айтса болады, бабындай емес сияқты көрінеді, бірақ бабындай емес деп айтуға да келмейді. Енді кезінде жақсы келе жатқан 6 жеңіс сериясында келе жатқан UFC-де бәрін құлатып, бәрін стойкада алып тастап, одан Гейджиден 2 рет жеңілді. Бірақ енді Гейджин кім, Физиевің кім қазір? Физиев 11-ші орында тұр, қазір Гейджи чемпион, Тапурияның бытшытын шығарып тастаған чемпион қазір. Сондықтан Физиев Гейджиге жақсы жекпе-жек берді негізі екеуі де. Екіншісінде нокдаунға түсіп қалды, бірақ та бірінші жекпе-жекте Физиев жеңіп кетуге мүлдем шансы болған негізі. Өзі кішкене тупиттеп қалды, одан кейін Гамротпен травма алды, одан кейін қайтадан Гейджимен шықты, нокдаунға түсті, төрешілер шешімімен ұтылды. Ол кезде бір апта бұрын қалғанда қабылдап шыққан болатын ол жекпе-жекке. Одан кейін осы бір жыл бұрын Бакудегі турнирде Игнасио Бахамондес деген өте бойшаң мықты кикбоксерді жеңді. Ол жерде күресті де, жақсы соққылар да жаудырды. Ал бүгін өте мықты нокаутер Мануэль Торрес UFC рейтингінде 15-ші орынға тірелді келіп. Соңғы жекпе-жегінде Грант Долсон деген күрес мәнерінде өнер көрсететін UFC жауынгерін жаңағы топ 15-те болған жігітті ұйықтатып тастаған болатын. Кезінде Грант Долсон біздің Дамир Исмагуловты күресіп жеңген болатын соңғы жекпе-жегінде. Сондықтан Торрестің соққысы ауыр, нокаутирующий мощь өте мықты, бірақ Физиев академичный стиль дейді ғой. Жаңағы Таиландта ол тренер, мысалы былай қарасақ. Кішкене өзіміздің жақ қой енді. Кезінде Қырғызстанда болды, Қазақстанда туылған, Таиландта тұрады, Әзербайжан атынан шығады. Жалпы өзі көп елді жігіт негізі, көп қырғыздарын ата бермейді. Бірақ та жаңағы біздің адамгершілігін несін айтып отырған жоқпыз. Бұл жерде жекпе-жек стилін айтып отырмыз, қалай төбелеседі, кіммен төбелеседі деген сияқты. Жалпы Физиев осы жеңіл салмақтағы ең мықты ударниктердің бірі деп айтар едім. Нақты нокаутирующий мощь бар деп айтпаймын, ең мықты деп айтпаймын, техникасы жағынан өте мықты. Киктар өте жақсы, мидл кик, хай кик, вертушка деген сияқты. Қолмен де жаман емес. Сондықтан мен ойлаймын, Физиевке бәрі жанкүйер болады шығар. Өз елінде болып жатыр. Басты жекпе-жек 5 раунд. Торресті жеңуі керек. Қосалқы жекпе-жекте Шара Буллет, Мишель Перейра. Өте керемет жекпе-жек болады, мен сіздерге айтайын. Шара Буллет деген енді ең зрелищный жігіт қой UFC-дегі жаңағы. Бір көзді пират дейді мысалы. Соңғы жекпе-жегінде мұрын сындырып алды. Шара Буллет чемпион болатын жігіт емес UFC-де, бірақ өте сондай қалай айтса болады. Көзге көрінетін өте әсерлі жекпе-жектер өткізетін жігіт, шоумен жігіт болады осы. Жалпы міне Әзербайжан Бакуде өнер көрсетеді, Катарда өнер көрсетеді, Абу Дабиде өнер көрсетеді, Америкаға кіргізбейді деп ойлаймын. Бұл жігітті қарсыласы Мишель Перейра. Мишель Перейраның кім екенін білмесеңіздер, UFC-де жекпе-жектерінде сальто жасап жүретін бір жігіт бар. Вот осы Мишель Перейра деген осы жігіт. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жекпе-жекте үлкен шоу болады. Бұл жекпе-жек бір керемет титул, керемет топ 15 деп айта алмаймын, екеуде рейтингте жоқ. Бірақ бір сондай қанды жекпе-жек болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл жақта Назим Садықов бар, әзербайжандық жігіт, қарсылас Матеус Камило. Матеус Камилоның кім екенін мен білмеймін, сондықтан Назим Садықов оңай жеңеді деп ойлаймын. Себебі Назим Садықовтың соңғы мен өзім Бакудегі жекпе-жегін көргенде екеуі сеткінің алдына тұрып алып, былай тоқтамай рубить еткен.
және аяғында Садықов жеңген болатын. Сондықтан мен ойлаймын, Назим Садықов бұл жекпе-жекті жеңу керек, өзінің елінде жанкүйерлерін қуантатын шығар. Икрам Алискеров, Бруно Феррейра бразилиялық жауынгер, Икрам Алискеров жаңағы Хабибтің командасындағы жігіт, өте мықты жігіт. Егер ол дайындығы өте мықты болып, жаңағы 1-2 күн қалғанда ғана қабылдамаса, жекпе-жекке толыққанды дайындалса, акклиматизациясын өтсе, кез келген жігітті өте алады. Күресі керемет деңгейде, бірақ ол жекпе-жектерінде күреспейді. Тіпті ұйықтатады қарсыластарын. UFC-де бір жеңілісі бар, Роберт Уиттекерден 2 күн қалғанда жекпе-жек қабылдап, ұйықта қалған акклиматизацияның кесірінен. Ал Бруно Феррейраны оңай жеңу керек. Күресте де мыжып тастай алады, стойкада да ұйықтатып тастай алады. Сондықтан бұл жекпе-жекте ешқандай конкуренция көріп тұрған жоқпын. Абусупян Магомедов, Михаил Алексейчук. Абус Магомедов ол Германияның атынан шығатын дағыстандық, жаңа Икраммен де, Шарамен де жақсы бірге дайындалады. Күресі өте жақсы, стойкада да бар, жаңа фронт киктері, тізелері деген сияқты. Бірақ өте тез шаршап қалады. Бірақ Михаил Алексейчук деген мүлдем енді мен айта алмаймын. Михаил Алексейчуктың түріне қарасам, боецке ұқсамайды шыны керек. Пресі де көрінбейді, денесі де арғы 84 келіге қалай жүргенін түсінбеймін мүлдем. Шыны керек бір өзі қаласы 70 килограммға түсе алатын жігіт сияқты көрінеді. Шара Буллеттің өзі мысалға дайындалмай, бір жарты айдың ішінде дайындалып, Михаил Алексейчукты сабап салған болатын. Сондықтан Абус Магомедовтың жеңісін көріп отырмын. Нұрсұлтан Рузибоев, Андрей Пуляев. Нұрсұлтан Рузибоев енді өзбек бауырымыз, өте тәжірибелі жігіт. Рекордын қарасаң, Александр Шлеменканың рекорды сияқты примерно, Чарльз Оливейраның рекорды сияқты, Чарльз Оливейра сияқты сабмишыны, нокауттары өте көп жігітті. UFC-де де жақсы келе жатыр, қателеспесем 4 жеңіс, 1 жеңіліс па сондай. Қазіргі мына топ 10-дағы Хуаким Баклиден танытылған, тіпті оның өзімен мықты жекпе-жек өткізген. Қарсыласы Андрей Пуляев, дәл осы Александр Шлеменканың командасынан келе жатқан кикбоксер. UFC-де 1-1 қателеспесем, жоқ, мен қателесем, 1-2 UFC-де. Аты Багатьеден 3 рет құлап, бірақ төрешілік шешіммен ұтылған. Кристиан Лерой Данканнан ұтылған, және бір жігітті жеңіп кеткен. Атын ұмытып қалдым. Бұл жекпе-жектен Рузибоевқа болеть етеміз, жанкүйер боламыз. Нұрсұлтан Рузибоев жаңағы Шавкат сияқты ғой бұл жігіт. Жаңағы төрешілік шешіміне барғанды көп ұнатпайды. Не ұйықтатады, не қылқындырады, не қолын сындырады, бірдеме істейді әйтеуір. Мен ойлаймын, осы Пуляевқа қарсы өзінің бір қыр-сырын жасап, бірдеңе жасау керек. Келесі жекпе-жек Абдулрахман Яхияев, Джулиус Уокер. Яхияев бұл Түркияның атынан шығатын дағыстандық. Сондықтан бұл жігіт жалпындай жекпе-жектері 1 минутқа жетпей аяқталады. UFC-де 2 жекпе-жек өткізсе, екеуі де 1-ші раундта. Сондықтан мен ойлаймын, бұл 3-ші жекпе-жегінде 1-ші раундта Яхияев аяқтауы керек. Мүлдем сұрапыл сондай жекпе-жек болады деп айта алмаймын. 1-ші раундта бірден қарсыласын ұйықтатып, қылқындырып бірдеңе жасауы тиіс. Бізге қызық жекпе-жектер осымен тәмам. UFC Баку турнирі 27 маусым күні кешкі сағат 18:00-де басталады. Екінші жекпе-жекте бірден Бекзат Алмахан шығады. Немесе 6:30-да, немесе 7-ге таман Бекзат Алмахан жекпе-жегі басталады. Асу Алмабаевтың жекпе-жегі шамамен түнгі 10-10:30 шамасында болуы керек. Тіпті 9:30-да қоса берсеңіздер де болады. Жалпы бұл турнирді өткізуге болмайды. Турнирді басынан аяқ көріп шықсаңыздар жақсы болады. Сондықтан қош сау болыңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Контент ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сау сәлеметті болыңыздар.